Сәлем достар, менің ас үйіме қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді және қатпарлы болып шығатын қаттама әзірлейтін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше кеттік. Бүгінгі жасайын деп отқан қаттама нанымыздың бір ерекшелігі, бүгін біз бұның қамырын, яғни газдалған сары ағашпен елеп алатын боламыз. Үй температурасында тұрған осындай сары ағашымызды алып, газдалған сары ағашымызды құйып аламыз. Яғни өздеріңізге қанша көлемде жасағыларыңыз келеді, сонша көлемде құйсаңыздар болады. Яғни мен шамамен 250 граммдай құйдым, яғни 2 суғала шығатындай. Енді осының үстіне бір қасық дрожжымызды, жарты қасық ас содамызды және майымызды, тұзымызды және бір жұмыртқа жарып салып жіберсеңіздер болады. Оның үстіне ұнымызды салып, барлығын араластырып, жақсылап илеп алатын боламыз. Мынау соданың өзі бір ерекше дәм беретін болады. Басқа қатпарлы қаттамадан ерекше болып шығады. Міне осылай жақсылап илеп болғаннан кейін шамамен жарты сағатқа бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Жарты сағаттан ұзаққа қойып қоймаңыздар, себебі ашып кетеді. Ашып кетсе қаттамамыз жақсы болып шықпай қалады. Яғни енді осылай қамырымызды алып, енді 2 зуалаға бөліп, жақсылап илеп аламыз. Яғни бұны илеп болып жайғаннан кейін ортасына сары майымызды ерітіп жағатын боламыз. Достар, менің бүгін ерекше жасалып жатқан қатпарлы қаттамам сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңыздар. Міне өздеріңіз көріп отырғандай қамырымызды жайып алдық. Енді оның үстіне ерітілген сары майымызды осылай бір келке етіп жағып шығамыз. Енді оны оқтайдың көмегімен орап алатын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай осы бір зуала қамырдан 3 қаттама шығатын болады. Яғни осылай бір зуала қамырымызды алып, осылай кесіп алып, басын бекітіп орайтын боламыз. Яғни бұны жасап болғаннан кейін міндетті түрде морозильникке 5 минутқа салып алыңыздар. Одан ұзаққа қоюға болмайды, көтерілмей қалатын болады. Енді осылай жайып, оның үстіне жаңағы ерітілген сары майымызды жағып жіберетін боламыз. Осылай қызып тұрған табаға салып, енді пісіріп аламыз. Міне қызып тұрған табамызға салып пісіріп жатырмыз. Яғни оны міндетті түрде күйіп кетпес үшін осылай айналдырып отыру керек. Міне өзімізді байқағанымыздай біздің қаттамамыз әдемі болып көтеріліп жатыр. Яғни осылай екі жағын ауыстырып пісіріп аласыздар. Достар, бүгінгі жасап жатқан қаттамамыз сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, коммент жазып кетуді ұмытпаңыздар. Міне біздің қаттамамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.